Қыздар, баршаларыңызға сәлем. Бүгін баламен бірге дайындауға болатын M&M's қосылған печеньенің рецептін көрсеткім келеді. Мен қызыммен бірге дайындадым. Алдыменен маргарин немесе сары майды алуға болады. Шамаменен 70-80 граммдай сары май, оның үстіне қантты қосамыз да араластырып аламыз. Кейін үстіне бір жұмыртқаны жарамыз. Май сонда өте жұмсақ болғаны өте жақсы болады. Менде комнаталы температурада еріген жіп-жұмсақ болған маргарин болды. Қантын қосып, осылайынан жақсылап тұрып араластырып аласыз. Кішкентай баламен дайындағанда өте ыңғайлы, балаға қызықты, өте керемет болып шығатын печеньелар. Кейін үстіне аздап тұз себелеп жүресіз де, ұнды қосасыз. Мен ұнды аз-аздан қостым. Қажетті мөлшерін төменде көрсетіп кетемін, қанша мөлшерде қосу керек екендігін. Осылайынан қасықтап аз-аздан қосып отырдым. Осының үстіне және де қопсытқыш қосамыз. Шамаменен жарты шай қасықтай қостым, көз мөлшерімен. Аз-аздан қосасыздар. Кейін M&M'сімді дайындап қойдым. Осылайынан аз-аздан қосып отырдым. Себебі ұн әртүрлі болады. Кей жағдайда ұн көп қажет керек болуы мүмкін, аз қажет болып керек болуы мүмкін. Сол себептен аз-аздан қосып елеп отырдым. Осы видеоны әдемілеп, әсемдеп жасап жатқан кезде байқағаным, M&M'стерім секунд сайын азайып отырған екен. Осылайынан жинап аласыздар. Қамырымды тездікте жасауға тура келді, себебі кеседе салынып тұрған M&M'сім бітіп қалатын сияқты болып көрінді. Кейін пешінді қыздырып қоямыз 180 градусқа. Противенге алып, үстін майлаудың қажеттігі жоқ. Менде пергамент таусылып қалыпты екен, сол себепті мен пергаментсіз жасадым. Пергамент болса, үстіне пергамент төсеуге болады. Осылайынан дөңгелек етіп шарики жасап аласыздар да, осылайынан шанышқымен крестик жасауларыңызға болады. Және үстіне осылайынан балаңызға беріп қойсаңыздар, балаларыңыз әдемілеп тұрып осылайынан M&M'стерді үстіне қойып шығады. Бұл қазіргі әсіресе кезде балалармен бірге жасаудың өте керемет жолы, өте керемет әдісі, балалар үшін өте қызықты. Және де өз қолдарымен жасаған тағамды балалар өте жақсы жейді. Мен осылайда дөңгелек шарик секілді жасадым да, үстін шанышқымен байнан басып отырдым. Кез келген фигурада жасауға болады. Егер де өздеріңіздің жаңағы печеньеға арналған фигуркалар болса, тіптен керемет болады. Сосын осылайна балама бердім, ол M&M'стерді осылайна қатарлап қойып шықты. Қызып тұрған пеште шамамен 20 минутте пісті. Осылайна қойып қойдым. 20 минутте пісті. Ішінде қопсытқыш болғандықтан оның көлемі жағынан ұлғайып пісті. Өте дәмді болып шықты. Балаларыңызбен бірге жасап көріңіздер.